Көп кіші бізге айтарар сізде жабық организация, ашық түгілде. Пайсы бір кішілер сайтқа да кірмейші сөйлейді. Сайтта да бүтін әйбіріне сөйлейсіз. Может, пайсы бір шақта лишний рапта. Мына кіші ұзған біздің ученый совет, ол тоже онлайн режимде көрсетілді. Кімнің интересі бар, шоу қабызала қарик. Анан соң сайтта даже тегені архивлар да хранится. Кімнің стеке еткенні де. Шумарға әйтірге біздегі жабық организацияларға ярамайды. Біз просто, может быть, пайсы бір шақта екінші жақтан аңнаш жетмейді. Біздің бүтін ішлерін аңнар үшін бейт әзгені уровеньда керек образовательный. Анда рус тілдері русша болды, татар журналистикасы, татар тілі әдебиеті татарша. Қазір телевидениеде татар тілінде оқыталар. Так что келіп айтсаңыз көресіз, журналистиканың высшей школасына келіңіз, көресіз, менде өзгертушілер бар. Радиоприказканатура, мен де қара. Вата-вата татарша сөйлейді. Әйбәт сөйлейсіз? Ярайды. Ярайды сөйлейсіз. Татарша мына қазір қайсы факультетларда татар тілді оқушылар қатнаша алайын демек. Татароведениеде нәрсе ол татарша оқытылашақ мында. Татароведение бір жоқ бізде. Мына татаристика бар. Татароведение ол тоже комплекс предметов. Аны татарлар да айтар. Мына татароведение бітірді. Татароведение бит ол распределенная система. Историясын историк институтында оқыталар. Тіл жағынан мында мен бітінде оқып шықтым. Бүтін кафедраларына да. Ол бит комплекс предметов. Мына татар тілін институт международных отношений да оқытқан дұрыстар түгіл. Ол бит бізге туған тіл, шетел тілі түгіл бит, солай бит. Мына шоңарға біз аны бір институттан екінші институтқа көшірді. Тілдерін бір елде оқилар, культурное наследие шунда, историк, вполне историк, потому что она разрывать это бум. Ол ведь отечество истории сюда, біздің ведь Татарстан, ол тоже біздің отечество, шылай біз ана несек нетик. Татарстанның историясын отдельно она изучать это бум, анда ведь көп сравнительные анализларды выкарали. Поэтому, что ж, мы прозрачны, как говорим.